Сәлем достар, бүгін сіздерге өмір жайлы ойландыратын, жүрекке жететін «Сплетение судеб» деген киноны қысқаша мазмұндап беремін. Кино жайлы қысқа да нұсқа білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Кино Үндістандағы кедей бір отбасын көрсетуден басталады. Олар күйеуі мен әйелі және олардың кішкентай қыздары бар екен. Әйелі біреудің дәретханасын тазалап, соған жеуге азғантай азық алып отырады. Мәссаған күйеуі тіпті крыса аулап, соны да пісіріп жейді екен. Смита кішкентай қызының Лолитаның оқуына алаңдаулы болады. Қыздары мектепке бармайды екен. Әкесіне болса бәрібір секілді. Смита күйеуіне рентгенге жинаған ақшасын беріп, мұғалімге ұсынып көр дейді. Солай күйеуі ақшаны мұғалімге апарып, келесі күні қыздары мектепке барады. Мұғалім сабақта оны төмен түсіріп, еденді сыпырып, барлығына қалай істейтіндерінді көрсет дейді. Қыз болса айтқанын тыңдамай, оның ашуын тудырады. Анасы үйіне келгенде ол жылап отырады. Оны мұғалім тыңдамағасын арқасынан ұрған екен. Анасы оны тыңдамас бұрын неге мұғалімді тыңдамайсың деп ұрыса кетеді. Әкесі келіп не болғанын сұрағанда қыз барлығын айтып береді. Сосын әкесі Смитаға енді ол оқуға бармай сенімен бірге жұмыс істеп үйренсін дейді. Смита болса қызының өзі секілді болғанын қаламайды екен. Кейін Италиядағы Джулия деген бір қызды көрсетеді. Ол үйінен асығып шығып жұмысына келеді. Ол әкесіне отбасылық жасанды шаш дайындау кәсібінде көмектеседі екен. Сосын ол жұмыстан шыққанда бір үнді жігіті екеуінің бір-біріне көздері түскендей болады. Кейін ол әкесінің ауруханаға түскенін естіп, соған барғанда кино Канададағы Сара деген әйелге ауысып кетеді. Ол енді үйіне қарасан жағдайы жақсы әйел секілді. Оның 2 ұлы, 1 қызы бар екен. Әкелерімен ажырасып кетіпті. Ол балаларын мектепке әкеліп, өзі жұмысқа келеді. Адвокат болып жұмыс істейді екен. Ол бірде-бір істен жеңілмегесін, бастығы компанияны соған тастамақшы ойы бар екенін айтады. Бір күні ол сотта сөйлеп тұрғанда өзін жайсыз сезініп талып қалады. Кейін тағы Смитаны көрсетеді. Ол күйеуіне Үндістанның оңтүстігіне көшейік деп ұсыныс білдіреді. Күйеуі оларды бұл жақтан жібермейтінін айтып көнбейді. Сосын Смита оған түнде қашып кетейік дегенде де күйеуі оған келіспей қояды. Бірақ Смита бәрібірде дегенінен қайтпай мектепке келіп, өзінің берген ақшасын ұрлап алып, таң ата қызымен бірге автобусқа мініп қашып кетеді. Күйеуі арттарынан қуса да ол ештеңеге қарамайды. Кейін қайтадан Джулия деген қызды көрсетеді. Оның әкесі әлі де комада жатыр екен. Кейін ол кітапханаға келіп, тағы да әлгі үндіс жігітті көріп қалады. Оған жақындап екеуі солай сөйлесіп кетеді. Сара болса алдында талып қалғаннан кейін дәрігерге келіп, кеуде тұсының ауыратынын айтады. Дәрігер оны тексеріп, нақты не екенін білу үшін анализ тапсыру керек дейді. Кейін ұлдарының туған күні болып жатқанда оған дәрігер хабарласып, анализдің қорытындысы шыққанын, оны білу үшін ауруханаға келу керегін айтады. Сара уайымдап бір түрлі болып қалады. Ауруханаға келгенде дәрігер онда қатерлі ісік бар екенін айтады. Ісіктің көлемі кішкентай мандаринмен бірдей болғасын дәрігер ота жасап, химиотерапия мен сәулелік терапия тағайындайтын болып шешеді. Сараның көңіл күйі түсіп, әкесіне қоңырау шалады, бірақ оған ештеңені айтпайды. Содан кейін жылап, өзін қоярға жер таппайды. Смита болса қызымен бір қалаға келеді. Екеуі үлкен қалада көліктердің арасынан, қалың адамдардың арасынан өтіп, жаяу теміржол вокзалын іздеп жүреді. Бір кезде қызы шаршап, екеуі бір қайыққа мініп ұйықтап қалады. Джулия әкесіне барып кітап оқуын жалғастыра береді. Кейін үндіс жігіт екеуі тағы да кітапханада жолығып қалады. Ол Джулия ұсынған кітапты оқыса да кейбір жерлерін түсінбегенін айтады. Сосын Джулия оған кітапты оқып дұрыстап түсіндіріп отырады. Сол кезде оған жұмыстағы бір әйел қоңырау шалып, банктан адам келгенін айтады. Банк қызметкері оған әкесінің үлкен қарызы бар екенін айтып, шеберханаға банкрот жариялаған дұрыс болады дейді. Ол жағдайдың барлығын отбасына айтып береді. Тіпті әкесі шеберхананы ғана емес, үйді де кепілге қойыпты. Сара бастығына өзінің ауруын жасырып, әкесін күтуге 2 аптаға Флоридаға баруы керегін айтады. Бастығы оны жібереді. Балаларын 2 аптаға әкелеріне тастап
бастап кетеді. Жолда оларға қарап қимай кетіп бара жатады. Смита вокзалға келіп, барлық ақшаларына басқа қалаға пойызға билет алады. Қызының қарны ашқасын бір әйел оған банан беріп, күйеуі өліп қалғаннан кейін ненесі қуып шыққанын айтып, біздің елде әйел болғанша сиыр болып туылған артық, оларға бізден қарағанда жақсырақ қарайды дейді. Соған қарағанда олардың наным сенімдері қаталдырақ секілді. Сосын олар пойызға мініп жол жүріп кетеді. Джулия болса үндіс жігітпен жақсырақ араласып бастапты. Екеуі бір-бірін ұнатып қалған екен. Анасы оған басқа бір бай жігіт туралы айтып, соған күйеуге шыққанын қалайтынын айтады. Джулия оны ұнатпайтынын айтқанда, анасы, мен де сенің әкеңді кездестіргенде басқа біреуге ғашық едім. Кейін әкелерімді таңдағаныма еш өкінбедім дейді. Джулия сонда да ол жігітке тұрмысқа шықпайтынын айтады. Сараға ота жасалса да жағдайы одан сайын нашарлай түскен екен. Ол ештеңе жемей тек құсса береді. Бір күні химиотерапияға келгенде бір әйелмен танысып, ол оған жалған шаш жасайтын бір салонды ұсынады. Сол ауруханада ол көмекшісін кездестіріп қалып, оған ешкімге айтпауын сұрайды. Лолита жолда дәретханаға барғысы келіп, солай олар пойыздан қалып қояды. Келесі пойыз ертең бірақ жүретін болғасын, оларға вокзалда түнеуге тура келеді. Солай олар бір отбасының қасына келіп, сол жерде ұйықтайтын болып шешеді. Джулия Камалға шеберханасы туралы айтқанда, ол оған да Сараға әйелдің берген салонының визиткасын береді. Ол бауырларына жасанды шашты сол салонға сатуға болатынын айтып отырғанда, анасы Камал екеуінің ара қатынасын біліп қойып үйіне ашуланып келеді. Джулия, сен өзің мені бай біреуге зат секілді сатқын келді, маған ақыл үйрететін сен емес деп кетіп қалады. Сара жұмысқа келгенде әріптестерінің оған деген көз қарастары бір түрлі болады. Сөйтсе олар оның ауыратыны жайлы біліп қалыпты. Сара ашуланып көмекшісіне келгенде, ол бір әріптесіне ғана айтқанын айтады. Сол әріптесі екеуі бірігіп Сараға қарсы әдейі істеп жатыр екен. Кейін Сара шашының түсіп жатқанын байқайды. Смита оянғанда заттарын әлгі отбасының адамдары алып алған екен. Ол заттарын сұрағанда олар оны қорқытып бермейтіндерін айтады. Джулия Камалға отбасында болып жатқан жағдайдан шығу үшін әлгі бай жігітке тұрмысқа шығуға тура келетінін айтып, солай екеуі ара қатынастарын үзеді. Сосын Джулия әкесіне келгенде оның қолының жыбырлағанын байқайды. Дәрігерлер кіріп келіп, оны сыртқа шығарып жібереді. Кейін оған әкесінің жүрегі тоқтап қалғанын айтады. Сараның жағдайын бастығы біліп қалып, оның бір іске қатыспағаны дұрыс екенін айтады. Сосын Сара заттарын жинап уақытша демалысқа кетуге мәжбүр болады. Кинодағы үш кейіпкердің де тағдыры өте қиын екен. Байы болсын, кедейі болсын. Смита ойлаған жеріне келіп, ең әуелі туысқан әпкесіне емес, храмға бармақшы болып шешеді. Храмға жету бірнеше шақырым болса да, олар не болса да жаяу жүріп, ақыры сонда жетеді. Смитаның естуі бойынша бұл храмға келіп, не тілесен сол орындалады екен. Сара үйінде ауырып жатқанда оған бұрынғы күйеуі келіп, алаңдайтынын айтады. Сара оған балаларын тапсырмақшы екенін айтқанда, ол оған барлығы жақсы болатынын айтып жұбатады. Джулия әкесінің жерлеу рәсімінде отырады. Кейін Камал екеуі қайтадан татуласып, шеберханаға қатысты бірге әрекет ете бастайды. Смита храмға келгенде, онда адамдар шаштарын толығымен алғызып отырады. Сөйтсе Үндістандағы адамдар храмға келгенде Құдайға солай шаштарын құрбан етеді екен. Камал да шеберханадағы қызметшілерге соны айтып, шаштарды алғызуға көмектесетінін айтады. Барлығы оған келісіп қолдайды. Сара әлгі салонға жасанды шаш сатып алуға келеді. Смита болса храмда тілек тілеп, қызы екеуі шаштарын алғызады. Кейін ол шаштарды кеме арқылы тура сол Джулияға жеткізеді. Сол шашты ол түсін өзгертіп, Сара барған салонға жіберген екен. Ол шаш Сараның көңілінен шығып, сол шашты сатып алады. Солай ол балаларын мектептен алып кетуге келіп, олар аналарын көріп қуанып қалады. Солай үш кейіпкердің өмірін шаш байланыстырған екен. Сөйтіп үшеуі де отбасы үшін мойымай, не болса да мықты болу керек екенін көрсеткен секілді. Иә, әйелдің 40 жаны бар дегенде осы шығар. Сонымен кино осылай аяқталады. Сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Каналымызды жоғалтып алмас үшін тіркеліп кетіңіздер.